Сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге пеште пісірілген тауық қанаттар рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жандағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тауық қанаттарын жақсылап жуып алып, керек емес жерлерін кесіп тастаймыз. Видеода керекті заттарды төменге описанияға жазып қалдырамын. Жасалу жолы өте оңай, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Қонақ келердің алдында осылайынан жасасаңыздар болады. Барлығын осы майонез, томат пастасын барлығын араластырып, видеодағыдай осы тауық қанаттарымызға жағатын боламыз. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. 150 градуста жарты сағатта пісіріп аламыз. Сонымен қатар менің каналымның алға қарай жылжуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Видео рецепт ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Осылайынан видеодағыдай азғантай мөлшерде жақсаңыздар жеткілікті. Қуырылғаннан қарағанда осылайынан духовкада пісірілген қатты майлы болмайды. Осылайынан жасап көрсеңіздер болады. Біздің тауық қанаттарымыз дайын. Баршаңызға ас болсын.